Сәлем достар, тез, оңай, әрі өте дәмді болып шығатын, ерекше болып шығатын пирогтың рецепті қажет болса, онда менімен соңына дейін бұл рецепті қарап бірге жасап көріңіздер. Ыдысымызға 3 жұмыртқаны жарып салып аламыз. Венчикпен біркелкі болғанға дейін араластырамыз. Бір стакан қант салып, қантымыз ерігенге дейін тағы да араластырамыз. Қыздар, егер каналыма тіркелмеген болсаңыздар, міндетті түрде тіркеліп алыңыздар, алда өте көп рецепттер болады. Енді 1 стакан сүтті құямыз және жарты стакан сұйық майымызды құйып, тағы да араластырамыз. 2 стакан ұнға 10 грамм разрыхлитель салып, араластырып, електен өткізіп, оны да бірден барлығын салып, араластырамыз. Осындай сұйық масса шығады, бұны 2-ге бөлеміз. 2 ас қасық какаоны ыдысымызға салып, бірнеше ас қасық су құйып, қоймалжың масса болғанға дейін араластырып аламыз. Енді осы какаоны бір бөлігіне ғана салып, барлығы біркелкі араласқанға дейін араластырамыз. Формамызды майлап аламыз. Кез келген осындай стаканды ортасына қойып, 2 қамырымызды бірден құямыз. Осылай әдемі болып құйылып шығады. 180 градуста 40-45 минут пісіріп аламыз. Осылай пісіп шығады, бірақ суығанға дейін формадан шығармаңыздар. Өздеріңіз қалағандарыңызша кез келген затпен безендіруге болады, немесе осылай да жей беруге болады. Мінекей осылай өте жақсы болып көтерілді. Өте эффектный болып көрінеді. Бір жағы какаосыз, бір жағы какаомен. Үй үшін таңғалдырғыларыңыз келсе, осы пирогты міндетті түрде жасап көріңіздер. Өте жұмсақ әрі дәмді болып шығады.